Осындай өте дәмді әрі нәзік сникерс чизкейгін бірге пісірейік. Ал бастайық. Ең алдымен осындай печеньеларды алып, блендермен немесе оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз, және де ерітілген сары майды қосып, қолмен араластырып, осындай масса жасаймыз. Енді осы массамызды формаға салып, шет-шетін дұрыстаймыз. Барлығы бірдей болуы керек. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр, жұмыртқа және де қантты миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығуы керек. Ал енді осы массамызды қамырымыздың үстіне салып, қасықпен дұрыстап, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Бетін ашпаңыздар. Ал енді карамелін дайындайық. Ол үшін асты қалың ыдысқа қант пен суды салып, осындай түс бергенше қайнатамыз. Және де алып, оның үстіне сары май мен ыстық сливкиді құйып араластырамыз. Байқаңыздар, қолдарыңыз күйіп кетпесін. Және де сәл тұз қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Ал енді духовкадан алған пирогымызды бір күн холодильникке салып қойсаңыздар, өте жақсы болады. Дайын болған соң үстіне карамель мен арахисті салып, осылай жағамыз. Сонымен біздің чизкейгіміз дайын болды. Ас болсын, маған тіркеліп, менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Сау болыңыздар.